Ақынның шек келтірме тіл жағына, іленсең сау қалмайсың тырнағына. Жұрт күлгендей сөйлейді жамбас қалса, келтіріп қиын сөзді ырғағына. Сөз оңай, сөйлеп кетсе ақындарға, әркім даяр тұрады мақұлдарға. Саңлауы құлағының тесігі бар, айтамын ұғып ал деп қатындарға. Ұқпасаң, айтар сөзім тағы даяр, жайым жоқ, жалтақ көз боп ешкім даяр. Күн бұрын күтініп тұр кір жуытпай, өсекші, өлең шіркін жұртқа шаяр. Жалғанның жарастығы жақсы ұрғашы, қиылып маңдайына көзбен қасы. Бір талы нам харамға көрінбес пе, астында жаулығының тұрса шашы. Сүмбіл шаш күнде жуып талдап өрген, еріне шын махаббат көңіл берген. Қолында Құдай берген ризық мол боп, мейманның қошеметін дәуір көрген. Киімін шаң мен топырақ қылмайды кір, болады қызыл алма жүзінде нұр. Ерінің сүйген досын дос көрумен, жүзінен әр шаруаның береді сыр. Биязы сөзі жатық майда болар, кеудесі көңілі зерек айна болар. Асылдың асыл затын тануменен, өзінде жақсы құлық пайда болар. Ыдысы таза болар кіршік тұтпай, сілкеді төсек орнын шаң жуытпай. Ұрғашы бұл сияқты жоба білсе, шаруаны реттеп ұстар тіпті ұмытпай. Орамал аяқ табақ жерде жатпас, жынжырқа көлденең шөп төрде жатпас. Кімде-кім құдайына жуық болса, денесі азап тартып көрде жатпас. Асына жалғыз қылшық түспейді екен, ас ұрттап бисмиллясыз ішпейді екен. Әр тамақ сүп-сүйкімді тап-таза боп, реттеп орнымен істейді екен. Малайды үйде жүрген жұмсар алдап, балаға қызмет берген нанға жалдап, тыраңдап, тайып жығылып қалам ба деп, аяғын қоңыр қаздай басараңдап. Алады туысқан ғып елдің бәрін, төкпейді жаман сөйлеп арыятын. Қарағым, шырағым деп кіші болса, құрытар тәтті тілмен ынтызарын. Баласын жаман сөзбен қарғамайды, жібекті жүнге ап келіп жалғамайды. Қолынан үлестірсе сосын шарап, бөлектеп байгедей деп талғамайды. Адамды мінезінен білер танып, өсекке салмас құлақ сірә нанып. Жолаушы Құдайы адам кетеді екен, ас берсе қасын керіп мейір қанып. Мейманға көркем ұстап қабақ қасын, тәтті сөз жылы жүзбен ол берсе асын. Мейманы шын риза боп рахмет айтып, тиеді бір Құдайдан жарылқасын. Жоқ болса жоқтығының айтар жайын, бар болса қалтар жоқ бәрі дайын. Дүкеннен жаңа шыққан мысалды боп, ләззатпен пәк шынаяқ берер шайын. Мысалы халуа шекер ұстармайын, бұзбайды әрне десе ердің сайын. Кемеңгер ақылы асқан жақсырғашы, түзейді ықтиярсыз жаман байын. Сыбанып алжапқышпен сауады мал, қаймақпен ірімшіктен жасайды бал. Ата деп қарияларды құрмет қылып, ат қояр келінжан деп көп ақсақал. Көлденең кісі алдынан кесіп етпес, басқадан басқа нәрсе үміт етпес. Мағынасын халал харам жақсы білсе, теңеліп бұған сірә әйел жетпес. Жетімді Құдай үшін көрер тәуір, елшіреп жетім көрсе жүрек бауыр. Байынан кәріп қасір ренжу тартса, зор жұмыс міндет көрер үлкен ауыр. Уатар байы жоқта алдамалап, қасына жетіп барар жақын жанап. Елеме оның сөзін шырағым деп, жылы жүз ашық көзбен күліп қарап. Кісіден бұрып жүзін дәрет алып, Құдайдың қызметіне талаптанып. Намазын бір оңаша жерде оқиды, басына иба қылып бүркеу салып. Бүркеніп бір қолына құман алар, жерді іздер адам көрмес бой тасалар. Мысықтай жалтаң іздеп жасырын боп, аяңдап бір өзектеу сайға барар. Құманға
жолдас болмай қатын оңбас, ісіне нас ұрғашы көндің болмас. Дәретке әдеттенсе жынысы әйел, ыдыста іші қуыс кіршік болмас. Табылса, мұндай әйел нұр болады, басқадан дәрежесі зор болады. Осындай кей уақытта көп перизат, надан боп, алған байы құр болады. Авторы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, оқыған Кәрім Нұргүл.